Бүгін колледжімізде ашылып отырған адалдық дүкенінің басты мақсаты ол студенттерімізді адалдыққа тексеріп қана қоймай, оларды біреудің ала жібін аттамауға шақырып, ойларында адалдық, әділдік сияқты қасиеттерді дамыту болып табылады. Және ең басты айта кететіні, біздің дүкеніміз болашақта қазіргі жастардың, болашақтағы мамандардың сыбайлас жемқорлыққа жол беруіне төтеп береді. Яғни оларда сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік мәдениетін қалыптастыруға дүкеніміздің маңызы зор. Жалпы дүкен басқа жағынан қарағанда студенттерге де ыңғайлы деп ойлаймыз. Өйткені сабақ үстінде керек болған қажетті заттарды олар алысқа бармай-ақ колледж ішінен, яғни бірінші қабаттан ала алады. Дүкен таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 5-ке дейін жұмыс істейді. Әрине, басты ерекшелігі онда сатушы болмайды. Яғни тауар бар, бағасы бар, қалғаны студенттердің өздеріне байланысты. Барлығы керекті алған заттарына байланысты ақшаларын кассаға саналы түрде өздері салады. Сіздерді күтеміз. Колледж ішінде құрылған адалдық дүкені саған қазіргі уақытта қандай бір оң нәтижелерін беруде? Жалпы оң нәтижелер өте көп. Мысалы, кез келген уақытта біз керек құралдарымызды, яғни оқуға деген дәптер, қалам болсын, жақын уақытта, жақын жерден арзан бағада, яғни қалта көтерілді бағада ала аламыз. Жалпы өте ыңғайлы студенттерге. Және де осы құрылған акция бір жемқорлыққа қарсы тұрудың бірінші қадамы деген осы өзімнің ойыммен сен де келісесің бе? Әрине келісемін, себебі бұл адалдық дүкені адамның адалдығына және жемқорлық деген заттың түбімен жоюға да көмектеседі деген ойдамын. Адалдық дүкені саған ұнайды ма? Иә, маған адалдық дүкені ұнайды, себебі бұл студенттерді адалдыққа шақыру және де адами қасиеттерін күшейтуге арналған акция деп ойлаймын. Және де осы адалдық дүкені құрылып жатыр ғой. Сол адалдық дүкені басқа студенттерге адалдыққа үйрете алады деп ойлайсың ба? Иә, солай ойлаймын, себебі адалдық дүкенінде сатушы жоқ. Яғни әрбір студент өзіне керек жарақты ала отырып, сол белгіленген сумманы жәшікке қойып отырып, өзін өзі қамтамасыз етеді деп ойлаймын.